Байқайсыз ба? Кей сымбатты емес, сұлу емес адамдар бар, бірақ олар тартымды. Айналасында үнемі мақтау айтып жүретін, үнемі жоғары көтеріп жүретін адамдар, айналасында әрдайым топтасқан адамдар, және олар жетістікке жеткен адамдар. Ал байқайсыз ба, кейбір адамдар сондай сымбатты, сондай сұлу, бірақ жалғыз. Неге? Бұның барлығы тартымдылықта. Орысша айтқан кезде обаяниясында. Тартымдылық сенде бар, немесе жоқ. Ол тура тума талант сияқты. Алайда тартымдылықтың кейбір элементтерін өзіңе сіңіруге болады. Бізге тартымды болуға, аудиторияны баурап алуға не кедергі келтіретінін анықтап алайық. Ең біріншісі, күлкілі болудан қорқу. Білесіз ба, бұның тіпті өзінің атауы бар. Гелотофобия. Гректің гелос деген сөзден шыққан. Күлкінің құдайы. Екінші қателік. Тым ақылды болу. Синдром отличницы. Мен ананы да білем, мынаны да білем. Үшінші қателік. Ол тек өзіңе ғана мән беру. Адамдарға мен қалай тұрғаным, менің қалай киінгенім, мен. Тек мен ғана қызықпын деп ойлау. Қатты қателесесіз. Адамға тек өзі ғана қызықты. Өзіне қандай пайдалы ақпарат алатындығы ғана қызықты. Сондықтан да өзіңізді емес, бірінші орынға қандай ақпарат бересіз, қандай пайдалы нәрсе айта аласыз, соны ойлаңыз. Бағана атап өткен 3 қателіктен қалай құтыламын? Ең біріншісі, тырысуды қойыңыз, шынайы болыңыз, адамдарды алдай алмайсыз. Екіншісі, күлкілі болу, адамды күлдірте алу, ең керемет нәрсе екенін есте сақтаңыз. Үшіншісі, дұрыс болуды доғарыңыз, ережеге бағынуды қойыңыз. Әрбір адамның өзінің ережесі бар. Ереже бір адамның мақсатына жету үшін ойлап тапқаны. Ал сіз жеке тұлғасыз ғой, сіздің жеке мақсатыңыз бар. Демек, өзіңізге сай ережеңіз бар. Ең соңғысы, өзіңіздің кемшіліктеріңізге ғашық болыңыз. Ол сізде ғана бар ерекшелік. Өзіңізді жақсы көріңіз. Есте сақтаңыз, адам тек позитивті кезде ғана ақпаратты тыңдауға дайын болады. Тек позитивті жағдайда ғана сіз айтып жатқан ақпаратты қабылдайды. Үнемі позитивті болыңыз, үнемі күліп жүріңіз.